Саламатсыздар ма, құрметті достар? Бүгінгі өтетін сабағымыз 1-ші сынып математикасының 62-ші сабағы. Пысықтау. 1-ші тапсырма. Суреттен қандай геометриялық фигураларды көріп тұрсың? Үйлердің номерін кему ретімен ата дейді. Бізде мына суретте әртүрлі фигуралар тұр, иә? Мысалы, мына жерде шаршы, 2 шаршы, иә? Ал мына жерде тік 4 бұрыш бар екен. Ал мына шыршалар бізде 3 бұрыш фигурасын береді, иә? 3 бұрыш, міне. Көп шыршалар бар екен. Ал мына талдар бізде дөңгелек, яғни шеңбер деген сияқты, иә? Міне, дөңгелек. Мұнда да міне дөңгелек бар екен. Бұл 4 бұрыш, 3 бұрыш, дөңгелек фигуралар бар екен, иә? Ал енді үйлердің номерін кему ретімен ата дейді. Бізде суреттің ең алғаш төбесінде 8 саны тұр, иә? 8. Ал енді оны кему ретімен атайық. Яғни сандарды кейінгі кему ретімен жазып шығамыз. Кейінгі төмен сандарды жазып шығамыз. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 және соңғысы 1 екен, иә? Сонда жазып шығамыз. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 екен. Осылай сандарды кему ретімен жазып шығамыз. Ал енді екінші тапсырмаға өтейік. Екінші тапсырмада өзіндік жұмыс дейді, есепте. Алдымен өздерің есептеп көріңдер, кейін тексересіңіз, иә? Ал мен мұнда жаза берейін. 7-ден 50-ді азайтатын болсақ, бізде 20 шығады, иә? Өйткені 7-ден 5-ті азайтсаң, 2 артынан 0 жазғаймыз. Кез келген санды 0-ге қосатын болсақ, сол санның өзі шығады екен, иә? 80 болады. 50-ге 20-ны қосамыз, яғни 5-ге 2-ні қоссақ 70, арқасына 0 жалғасақ 70 болады екен. 20-ға 70-ті қоссақ, яғни 2-ге 7-ні қоссақ 9, 0 жалғасақ 90 болады екен, иә? 80-нен онда азайтамыз, яғни 8-ден 1-ді азайтсақ 7, артындағы 0-мен 70 шығады екен, иә? Ал енді бізде мұнда өлшем бірліктермен берілген екен. 60 сантиметрден 60 сантиметрді алсақ, ештеңе қалмайды, иә? Сонда 0 болады екен. 8 сантиметрге 2 сантиметрді қоссақ, 8-ге 2, яғни 10 сантиметр деп өлшем бірліктерін қосып жазылу міндетті. 9 дециметрден 8 дециметр алсақ, 1 дециметр қалады, иә? 7-ден 4-ті азайтсақ, 3 дециметр болады екен. 3-ге 6-ны қоссақ, бізде 9 сантиметр шығады екен. Осылай тексеріп көреміз, иә? Ал енді біз 3-ші тапсырмаға өтейік. 3-ші тапсырмада ойланып жауап бер дейді. Кастрөлге анасы үлкен стаканға сүт құяды дейді. Ал мысалы Айдана деп алайық. Айдана кастрөлге тағы ол кішкентай 3 стаканмен сүт құяды екен. Егер үлкен бір стаканның ішіне 2 кішкентай сүт сиятыны белгілі болса, онда кім сүтті көп құйды дейді. Демек, анасы үлкен стаканмен бұның сыйымдылығы 2 кішкентай стаканмен тең екен, иә? Бұл анасының құйғаны. Бұл анасы, иә? Ал Айдана деп алатын болсақ, есімін, ол кішкентай 3 стаканмен құяды екен. Ал енді салыстырып көрейікші. 2 стакан көп пе, әлде стакан? Әрине үлкен. 3 стакан көп болады, иә? Сонда Айдана 3 стакан көп құяды екен, иә? Осылай жазып алсақ болады. Ал енді 4-ші тапсырмаға өтейік. 4-ші тапсырмада не дейді? Күн тәртібі, жоба жұмысы дейді. Циферблат арқылы уақытты көрсет. Қай уақытта оянатыныңды, ертеңгі тамақ ішетініңді,
мектепке баратыныңды, оқитыныңды, серуендейтініңді немесе ойнайтыныңды, ұйқыға жататыныңды айт дейді. Бұл жоспар құру деп аталады. Қай уақытта оянамыз? Яғни ояну уақыты. Мысалы, өздерің қай уақытта тұрасыңдар, соны жазамыз. Мысалы, 7:00-де тұрамыз. Ояну уақыты, иә. Таңғы ас ішу. Таңғы ас ішу деп жазайын, иә. Таңғы асты сағат 8-де ішеміз деп жазайық, иә. 8:00. Одан кейін мектепке баратының уақытың дейді. Мектепке баратын уақыт. Яғни мектеп деп жазып қояйын. Мектеп. Мысалы, 8:30 деп жазайын, иә. Одан кейін серуендейтініңді. Мектептен келген соң серуендеу, иә. Серуендеу уақыты. Мысалы, мектептен келгеннен болып серуендейсің, иә. Мысалы, сағат кешкі 4:00 деп жазайын, иә. Кешкі уақыт. Кешкі сағат 4-те серуендеуге шығады екен. Одан кейін ұйқыға жататын уақытың дейді. Ұйқы деп жазып қояйын, иә. Ұйқыға мысалы сағат 10-да жатасыңдар, иә. Түнгі уақытпен бұл. Түнгі сағат 10-да ұйқыға жатады, иә. Осылай өздерінің уақыттарын жазып қойыңдар. Сабақ аяқталды. Қош, сау болыңдар достар.